Ақымақ іс-әрекеттерді қылмыскерлер комедиялық киноларда ғана емес, шынайы өмірде де жасайды. Бүгінгі видеода камераға түсіп қалған ең ақымақ қылмыскерлер. Бірге назар аударалық. Назарларыңызда 2015 жылы қаңтарда Екатеринбургте болған жағдай. Ұры супермаркетке келіп, бірнеше шампанды ұрламақ болады. Оның сауда залына қалай өткенін қараңыздар. Залдың қақпасы тек бір жаққа ғана ашылады. 3 бөтелкені алғаннан кейін жылдамдатып келген есігімен қашып кеткісі келді. Ал бірақ та міне саған. Ер адам қозғалмай жатты. Бұлай боларын күтпегендіктен шамасы талып қалған кейіп танытқан болу керек. Соңында оны полицияға ұстап беріп, арыз жазды. Ал мына жерде адамзат тарихындағы ең күлкілі тонау оқиғасы. Мынадан да жол болмаған қылмыскерді табу қиын шығар сірә. Бір жігіт дүкенді тонамақ болады. Ойын іске асыру үшін ол шатырға шықты. Ал енді оның неше рет құлағанын санайық. Біріншісі кетті. Шатырға әрең дегенде шығып, дүкенге төбе арқылы кіру оның мақсаты. Кенеттен күтпеген нәрсе орын алды. Тағы бір қарайық. Құлап бара жатып қолын тигізіп алғаннан кейін бірнеше бөтелке оның бетіне құлады. Бұл оның екінші мәрте құлауы. Дегенмен де сабазымыз орнынан тұрғанымен қоймай, алатын нәрсе іздеп дүкенді аралап кетті. Кассаны ақшадан тазартып, тауарлардың біразын алғаннан кейін ол кету керек деп шешті. Олай бола қоймас. Ұрлықшы есікке таяған сәтте сигнализация қосылды. Есік мықтап бекітіліп, әрі сынбайтын болып шықты. Полиция сиренасын естіген ұры келген жағымен кетпек болды. Басқышты қойып алып шыға берген сол еді. О құдайым, мынаған қараңыздаршы. Ақыры ол темекісін шегіп, полицияны күтіп отырды. Ұрының бастан кешкендерін видео бақылау камераларынан көрген полиция бөлімшесінің қызметкерлері күлкіге қарық болды. Ғимаратқа төбе арқылы кірмекші болған тағы бір ұры. Бұл төбеде осал болып шықты. Жолың болмаған деген осы. Тонаушы қарумен қорқытып кассадағы барлық ақшаны алғысы келді. Ақша жинауға беріліп кеткен қылмыскер комедиялық фильмдердегідей қаруын қойған сол еді. Ер адам қолайлы сәтті пайдаланып, қаруды тартып алды да тонаушыны жазалады. Міне тағы бір ақымақ тонаушы. Аларын алып алғаннан кейін қаруын ұмыт қалдырды. Жігіт бәрін түсінгенде барлығы кеш болатын. Өте әсерлі секіріс. Қайта-қайта көре бергің келеді. Ақырында тонаушыға қашып кетуге тура келді. Аустралияда қыздың сөмкесін тартып алып қашып келе жатқан ұры шыны есікке соғылады. Ұры бірден есінен танып қалды. Мұндай сәтсіздікке ұшырағанына қарамастан, оны ешкім ұстап алған жоқ. Оның ұры екенін білмеген өтіп бара жатқан адамдар оған көмектесті. Одан кейін оның сыбайласы келіп, екеуі қашып кетті. Бетперде киген 3 тонаушы дүкенді тонамақ болды. Ал дәл осы сәтте дүкенде полиция қызметкері өзіне бір нәрсе алып жатқан еді. Алдын ала барлау жасамаудың салдары осындай. Тағыда бір ақымақ қылмыскер. Артындағы полиция қызметкерін көрмей, кассаны тонай бастады. Ұрлықшы телефонды алып кетпек болды, ал сымды қиюды ұмыт қалдырды. Ұры дүкеннің есігін сындырып, ішіне кіріп кетті. Ал шығарда қай есікті сындырғанын ұмытып қалды. Тағыда бір сондай сабаз. Банкоматты жарып жібермек болған жігіт өзі жарылып кете жаздады. Бұл енді тіпті күлкілі жағдай.
Басына картон қорап киіп алған мына жігіт өзін ешкім танымасын деп ойлаған болу керек. Алайда картон қорап көруге ыңғайсыз болып шықты. Келесі видеода Аустралияда болған жағдай. Есікті бұзып ішіне кіріп, арқанды банкоматқа байлаған қылмыскер арқанның ажырап кеткендігін байқамай қалады. Көлігіне отырып алып, ал газды баса жөнелген ол қайта оралып басқа жерге тоқтады. Уақытының санаулы екенін түсініп, ол тайып отырды. Видео өз мәресіне жетті. Лайк басып, арнаға жазылыңыз.